Армысыздар, айқынның оқырмандары, жанашырларымыз, Қазақстанның қалың жұртшылығы. Бүгіннен бастап айқын газеті осы Астана қаласынан шыға бастайды. Кеше Астанаға бағыт алған жүрдек пойызбенен келіп жеттік. Енді орналасып бүгінгі жаңа жұмыс күнімізді осы айқын мына Нұр Отан партиясының ғимаратында, бәйтеректің жанында, еліміздің, елордасының жүрегіне нағыз төрінде жаңа жұмыс күнін бастап жатыр. Айқынның қоныс аударуы Астана қаласының 20 жылдығына, Нұр Отан партиясының 20 жылдығына, келесі жылы айқын газетінің 15 жылдығына орай осындай тарихи оқиғаны куәсі болып жатырмыз. Барлық айқынның тұрақты оқырмандарының отбасыларында амандық, жақсылық болсын. Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі тілекші ағайындардың барлығы да осы айқынның көші көлікті болсын, ісі өнікті болсын деген жақсы тілектерін айтып жатыр. Ел ағалары, зиялы қауым, жалпы қалың жұртшылық бұл оқиғаны жақсы қабылдауда. Сондықтан да келер күндеріміз жақсы, нұрлы болсын. Айқынның айтары да, жазары да таусылмасын, қалың қазағымыз аман болсын.